Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанар Баймұрзаева. Бүгін 8-ші сынып оқушылары үшін 201 бетте орналасқан 3-ші есепті орындайтын боламыз. Бұл жерде судың берілген температурада агрегаттық күйлерін айтып өтуіміз керек. Судың 3 түрлі агрегаттық күйі бар: қатты, газ, бу және сұйық. Бірінші бізде -5 градуста мұз күйінде қатты агрегаттық күйде болады. +16-да қалыпты сұйық күйде болады. 0 градуста қатты мұз күйде уже су қата бастайды. Келесі 150 градуста бізде су қайнайды. Сондықтан да ол бу түріне енеді. -45 градуста қатты күйде мұз күйінде болады. 80 градуста атмосфералық давление жоғары жерде, қысым, су бізде 100 градустан төмен температурада, мысалы 80 градуста уже булана бастайды. Сондықтан судың агрегаттық күйі бу болады. -80-де мұз күйінде қатты болады. Сұрақтар болса комментарий бөліміне қойып кетесіздер.